Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 5-6 сабақ «Бұлақ көрсең көзін аш». Тілдік бағдарымыз болымсыздық есімдігі және өздік есімдігі. Сабақтың мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Оқушылар, мына суреттерге назар аударайықшы. Суреттерді өзара байланыстырып, әңгіме құрап көріңіздер. Құраған әңгімелеріңізді WhatsApp желісіне дыбыстық толқын арқылы жіберіңіздер. Оқушылар, біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз болымсыздық есімдігі және өздік есімдігі. Тілдік бағдарға байланысты бейнежазбаға назар аударыңыздар. Болымсыздық есімдігі. Болымсыздық есімдіктер негізінде еш деген сөзбен кейбір есімдіктердің бірігуі арқылы жасалады. Мысалы, еш, ешкім, ешбір, ештеме, дәнеңе, ешқашан, ешқандай, ешқайсы. Болымсыздық сөйлемде болымсыздық мағына білдіретін емес, жоқ деген сөздермен және етістіктің болымсыз түрімен байланысты қолданылады. Ешкім айтқан емес, ешкім айтқан жоқ, ешкім айтпады, тағысын тағылар. Өздік есімдігі. Қазақ тілінде өздік есімдікке жалғыз ғана өз сөзі жатады. Бұл есімдік көбінесе өзім, өзің, өзіңіз, өзі, өзіміз, өздеріңіз деген сияқты оңаша және ортақ тәуелдеулі түрде қолданылады. Жалпылау есімдігі. Оқушылар, бүгінгі тілдік бағдармен таныс болсақ, дәптерімізді алып күн ретін жазып, жазбаша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: сөйлемдегі бос орынға қажетті өздік есімдігін қойып жазыңыздар. Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына жүктеу есімдігін қойып көшіріп жазасыздар. Келесі тапсырма оқулығымыздың 115 бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Өлеңді жаттап ал, өздік есімдігінің түрлену себебін түсіндір. Өздік есімдігін қай сөзбен ауыстыруға болатынын, болмайтынын дәлелдейсіздер.